Армысыздар тыңдармандарым, арнама тіркеліп өтіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, пікірлер жазыңыздар. Әрбір пікірлеріңіз біз үшін және кейіпкерлеріміз үшін өте маңызды. Алматыға іс-сапарға Мәлік ағаймен бірге баратынымды білгенде қуанып кеттім. Ол кісінің қызметі жай қатардағы инженерлердің бірі болса да, өзін үлкенді кішілі зауыт адамдары қатты құрметтейді. Бірі жұмбақ адам десе, бірі көпті көрген адам, бірі басқаларға ұқсамайды, ерекше жан деп айтып жатады. Бірақ не себепті олай дейсің? Десе ешқайсысы жарытып ештеңе айтпайды. Өздерінің бір құпиялары ашылып, қалатындай жауаптан қашады. Әйтеуір ол туралы ешкім жаман айтпайды. Іс-сапарға шыққанда мен үшін біздің бастық секілді қатты ішіп, өзінің де, өзгенің де мазасымен берекетін алмайтын адам болса болғаны. Бірде біздің бастық Мәлік ағай туралы, оның сөзімен бас директордың өзі де санасады. Жазған сұраныстарына үлкен жауапкершілікпен қара дегені бар. Бұлай бөле жара айту әдетінде жоқ еді. Онысы құрметтеуме, әлде сескенуме, себебін біле алмадым. Онымен кейде оқта-текте жұмыс бабымен кездесіп қалғанымыз болмаса, араластығымыз жоқ. Мерекелерде зауыттығы, іс-шараларға басқа қызметкерлер семьясымен келсе, ол жалғыз жүретін. Ол туралы менің есіме түскені, жақында зауыт кеңсесі алдында Майра, кәдімгі мен жақсы көретін Майрамен кездесіп қалып, ол дүйсен мен деймін, алдағы демалыста тауға шығайықшы дегенде, асығып тұрған түр көрсеткен мен көмілжіп, қолының тимейтінін айтқан. Сол кезде қасымыздан өтіп бара жатып, сөздерімізді еріксіз естіген Мәлік ағай маған қарап жұмбақ күлімсіреген. Пойызға отырып билет тексергеннен кейін төсек орын алып жатып қалғанмен қатты шаршағандықтан ба жатысымен ұйықтап кетіппін. Мәлік ағайдың дүйсен тұр, тамақтануға сені күтіп отырмын деген даусынан ояндым. Алматы-Москва жүрдек пойызы бір ырғақпен жүріп келеді. Ұйықтағаныма да бірталай уақыт болыпты. Маған әйтеуір пойыздар күндізден гөрі түнге қарай тез жүретін секілді көрінеді. Басым жеп-жеңіл болып тыңайып қалыппын. Жоғарыдағы екі жас жігіттер тойдан келе жатыр екен, қатты ұйқыда. Купедегі кішкене столдың үстін Мәлік ағай дәмге толтырыпты. Мен де жолға алған тамақтарымды ала бастадым. Әр нәрсені бір айтып отырып, тамақтанып та болдық. Бір кезде, 40-қа толдың ба? Деп сұраған Мәлік ағай. Осы күнге дейін үйленбей жүргеніңе не себеп деп төтесінен кетті. Үйленбей жүргеннің өзі жақсы деген кезекші жауабымды Мәлік ағай дені дұрыс жауап деп есептемегені көрініп тұр. 35 дейсің бе? Аз жас емес қой, деп бір тоқтады да әрі қарай әңгімесін тез жалғастырып кетті. Шырағым, уақыт деген білдірмей өтіп кетеді. Сені Майраның жақсы көретініңе дау жоқ. Ол маған ап-анық байқалып тұрады. Себебі оның зауытқа келгеніне 5-6 жыл болып қалды. Кішкене коллективте адам тізе қосып, бірге жұмыс істеген соң, бір-бірін жақсы біледі. Әрбір адам кітап секілді ғой. Тек оқи білу керек деп бір тоқтады. Майраның атын естігенде біреу жанды жерімді тырнап алғандай, бұл тақырыптағы әңгімеге құлықсыз танытқанымды білдіріп, терезенің пердесін ысырып, түнгі меңіреу далаға тесіле қарадым. Ыстық тағандаймын, ал бір жағынан еркек пен әйел қатынасы туралы әңгіме құлағыма жағатын сияқты. Жалықпай тыңдауға бармын, бірақ менің жеке басыма қатысты болмаса болғаны. Менің Майраны жақсы көретінім өзіме белгілі, бірақ Майраның мені жақсы көретініне шүбәлі едім. Әрі оны соншалықты сырт көзге байқалып тұрады деп ойламаппын. Жуынып келген Мәлік ағай екі ойлы болып аз-кем тұрды да бір шешімге келгендей маған қарап, «Дүйсен, сен сырыңды айтатын, сырласатын, ақылдасын татын, алдыңда ағаң, артыңда інің жоқ. Досыңа да әртүрлі себептермен бар сырыңды айта бермейсің. Намыстанасың, ұяласың.
түсінбей қалама деп ойлайсың. Тіпті сол сырларын бір кезде әлде қалай уақытта өзіңе қарсы жұмсалады ма деп те қорқуың мүмкін. Мен басымнан өткен өмірімнің бір үзігін айтып берейін. Мүмкін ой салар, кәдеге асар жол ұзақ қой деді. Жұрттың сүр бойдақ болып қашанғы жүресің, қашан үйленесің дегеніне, 40-қа келгенде оған дейін үй салып, машина алайын, сосын үйленем. Десем тағы бірде, ой, осы күні қайсы бір дұрыс қыз бар дейсің деп, танауымды шүйірген болып қоя саламын. Бірақ бар мәселе басқада еді. Ал Мәлік ағайдың сұрағы да басқаша, ол сенің ішіңдегіні көзбен оқып біліп отырғандай. Өзіңіз біліңіз, уақыт өтсін ағай дедім. Ол кісі әңгімесін қоңыр дауыспен бастап кетті. Мен жас кезімде ауылдағы көрікті әрі денелі жігіттердің алды болдым. Екі иығыма екі кісі мінгендей, қапсағай денелімін. Құдай берген өнерім бар. Арналы оқымасам да, кез келген музыкалық аспапта ойнап, ән салам. Қазір қойып кетсем де жолдастармен, таныстарым отырыстарда кездесе қалса, ой, жайлауды айтшы деп. Жоқ, 16 қызды шырқашы деп. Әркім жасына көңіл күйлеріне қарай, қалаған өлеңдеріне заказ беріп жатқаны. Көңіл күйім болса өлеңдердің шығу тарихын, оқиғаларын, өз басымнан өткендей, сөзбен, әуенге жанымдағы сезімнің сөйлемен селін қосып, майын тамызып айтып берем. Олар да риза, олардың риза болғанына мен де риза. Жаным рахаттанып қалады. Сөйтіп жүріп, құшағымда ай сайын бір қыз. Олар өздері келіп құлаған соң қадірі болмайды ма? Әлде маған тәуір қыздар кездеспеді ме? Әйтеуір олармен 2-3 рет бірге болғаннан кейін, олар мені жалықтырып, жүріп шыға келемін. Мені қол жетпестей көрді ме? Олар да талапсыз қала берді. Атыраудың Әсила деген бір қызы маған үйлен деп, біраз жүгіргенде, мен сенің бірінші жатқан еркегің емеспін ғой дегем. Ол, мен сенің алдыңда адал болдым. Мені жас өспірім кезімде бір мас адам зорлап кеткен, деп шынымды айтып едім ғой. Мен сенімен болғанша басқа жігіттермен сүйіскенде емеспін деді. Аз кем ойланғанмен, маған пәк болып кездескен қыздар да жетерлік деп күлгенімде, ол жұлып алғандай. Ендеше сені солардың пәктігі ұрсын. Мен сені шын жүрегіммен сүйіп едім ғой, деп көздеріне толған жасты көрсетпеуге тырысып жүгіріп кеткен. Мені ол кезде қыздар ғана емес, тума туыстарда, жұмыста бастықтарға дейін төбелеріне көтеретін. Жүрген жерім думан, ауыл түгіл ауданға келген әртүрлі комиссиялар, мен атақты, қадірлі деген адамдардың алдында өнер көрсетем. Табыста жаман емес. Шынымды айтсам, сол қызға берген сондай мысқыл жауабыма әлі өкінемін. Сол қыздың қарғысы бірнеше күн құлағымда шыңылдап тұрғандай болғанмен, біраздан кейін ұмытып кеттім. Қайран, 25-тің дәмімен алды артыңа қаратпайтын, бұлқынған бұла күштің тасқыны шығар. Кез келген ортада суда жүзген балықтай өзімді еркін сезінем. Сөйтіп жүріп үйленіп, ажырасып та үлгердім. Олардың арасында көлденең кездескен әйелдермен кездейсоқ байланыстар қаншама. Сөйтіп жүріп 32-ге де толдым. Сол кезде менің өмірімде бір өзгеріс болып, басымды қара бұлт торлады. Бір рет әйелмен оңашада ыңғайсыз жағдайда қалғаннан кейін, сол жағдай бірнеше рет қайталанған соң, әйел атаулыға беттемей қалдым. Тағы бірде, бір қылықты әйел үйіне шақырып, тәтті қылығына денем балқып, төменгі жағым жыбыр-жыбыр етіп, жан біткендей болып еді. Жеме-жемге келгенде, қанша тырыссам да түк шықпады. Қылықты әйел, істемейтіні бар, қатын етең, деп бұл жеткізді. Содан кейін үйленбек түгіл, әйелдерге жақындауға қорқатын болдым. Менің өмірімде басқа бір кезең басталды. Алматы мен Москваның арасындағы қалалардағы талай дәрігерлерге көріндім. Бойыма қан жүгіргенмен, әйел жақындағанша күш кетеді. Не керек? Әйтеуір дәрігерлердің қойған диагноздары мен қолданған емдері қаншалықты әртүрлі болып, әртүрлі ем қолданса да нәтиже болмады.
Менің емделуден де бетім қайтып шаршадым. Советтер одағы дейтін үлкен елде ілуде біреулері ғана бұйырған. Оның үстіне қаржы жағы да қол байлау болды. Жылына алатын демалысың да бір ағай. Одан шешем қайтыс болып, ажырасқан әйелім басқа қалаға көшіп кетіп, жаныма жұбаныш болатын жалғыз баламен кездесуде проблема болып қалды. Жанымды арақпен жұбатқым келіп, бөтелкемен ащы суды жақсы көріп, бірге ішетін бөтелкелестермен дос бола бастадым. Осы арада тағы 2-3 жыл су өте кетістіп, менің еңсем түсіп, бұрын маған сүйсініп, таңданып қарайтындардың енді маған мүсіркей, тіпті жиіркене қарайтындарын сезе бастадым. Әйтеуір денемді сүйреп жұмысқа келем. Көңілімді ауламақ болған дос жаран, тума туысқандарға ыңғай бермеймін. Олар менің көңілімдегі ең үлкен қорлықты білмек түгіл сезбейтін еді. Сол кезде тағдыр маған аяулы бір періште әйелді жолықтырды. Әлима маған тағдырдың тартқан үлкен сый еді. Үлкен зауыттың өндіріс пен жоспарлау бөлімінің кабинеттеріне қатар орналасқан. Соның бір мен істейтін өндіріс бөліміне шамамен жасы 35-37-нің арасындағы аққұба келген тартымды келіншектің жаңадан жұмысқа тұрғанын біздің бөлімнің жігіттері бір-ақ күнде білді. Оған себепші Әлиманың өзі болатын. Бөлімдегі 4 жігіт айдың аяғы болғандықтан 4 столды құшақтап, мұрындарымыздан шаншылып, жұмыстарымызды айналасып отырғанбыз. Жігіттер, саламатсыздар ма? Мана тоқ шәйнекті жөндеп бересіздер ме? Деген таза мөлдір дауыс естілгенде денем шым ете қалды. Неге сонша елең еткенімді білмеймін. Шын болса, кейде адамға Құдай сездіреді дейді ғой. Бұл дауыстан кейін бір түрлі күйге түскеніме өзім де түсінбеймін. Еш нәрсеге мән бермеген болып, басымды көтермеген күйі отыра бердім. Әйелдер туралы ойлауға өзіме өзім тыйым салғалы қашан. Аздан соң, «О, мәке, мынаны сіз қарамасаңыз, біздің қолдан келмейді екен» деген әзілкеш жандостың ойнақы даусын естіп, басымды көтердім. Әйелге көзім түскен менің көңілім ойсырап, қарным ашып қалды. Алдымда аққұба еш ерекшелігі жоқ, қарапайым ғана әйел тұрды. Жаңағы мөп-мөлдір дауыстың иесі менің ойымша сұлу әрі жас қыз болуы керек еді. Кінәрат тоқ шәйнектің өзінде емес, тоқ жүретін бауында екен. Оны тез жөндеп берген мен жандостың ол әйелді маған әдейі сілтегенін сездім. Сізге көп рахмет деген мөлдір дауыс шынымен жаңағы әйелдің аузынан шықты. Байқағаным кішкене қара көздері адамға тіке зерделей, зерттей қарайды екен. Әйел кеткен соң жандос аты Әлима, күйеуі жоқ. Бір баласы бар екен. Мен кадр бөліміне жаңа технологияны өндіріске енгізуге байланысты сыйақы беру туралы бұйрық жобасын апарып едім. Сонда анкета толтырып жатыр екен деп, үлкен бір іс бітіргендей аржиды. Мен болсам, мән бермегендей түр көрсеттім. Арада бірнеше ай өтті. Әлимамен араласып кеттік. Жоспарлау бөліміндегі әйелдермен бұрын араластығымыз жоқ еді. Енді бір мейрам болса, 2 бөлім қосылып, соңынан жалпы зауыттағы қызықшылыққа бірге барамыз. Бірде Әлиманың үйіне 2-3 жігіт барып, ауласын жөндеп бердік. Шешесімен бір ұлы бар екен. Әлимадан біздің жігіттер авансқа дейін қарызға ақшалады, ақылдасып тұрады. Тағы басқа уақыт төек жұмыстарымен еркін бара беретін болды. Мен ғана сөйлеспеймін десе де болады. Әйелдерді жек көремін. Соңғы 2 жылда оларға еркімнен тіс жазғыра кінәлай қарайтын болғанмын. Әйелдерсіз жаңа өміріме үйрене бастадым. Думанды кештерге барғанда ең сұлу, ең тәкаппар деген қыз келіншектердің айналама үйіріле қалатыны, 2-3 көргеннен кейін қойнымай енуге кетәрі еместігі. Олармен кешетін тәтті ләззат алу сәттерінен кейін майдан алаңынан жеңіспен оралғандай күй кешетінім. Әйелдердің алдындағы асқақ күйім, оларға кейде менсінбей, кейде мысқылмен қарайтыным, бәрі көзден бір-бір ұшып, көрген түстей өте шықты. Тек әйел денесінің құпия территориясына жетпей,
не ене бергенде шауқатымның еріксіз төгіліп кететіні үнемі көз алдымнан кетпейтін сурет болып қалды. Жаңа жыл жақындап қалды. Екі бөлімнің қызметкерлері жаңа жылды бір күн бұрын жұмыстан кейін қалып қарсы алатын болып келістік. Ұйымдастырып жүрген баяғы Алима ол туралы жұрт мақтап айтатын болған. Жұмысына тыңғылықты, білімді, өзі де таза адам дейді. Ол жұмыс аяғында маған келіп, «Мәлік, сізді өлең айтады» дейді ғой. «Ертең мерекелік кешімізге домбыра мен гитара алып келіңізші» деді. Құдай біледі, бұл туралы оған айтып жүрген Жандос. Ол әйел менің үйде домбырам мен гитарам барын қайдан білсін. Ертеңіне Жандостың машинасымен екеуінде де алып келдім. Үлкендеу болған соң әйелдер біздің кабинетімізге дастархан жасады. Біз оларға көмектесіп, дүкенге жүгіріп банкілер мен шөлмектерді ашып көмектестік. Бір үйдің адамдарындай ұйымшылдықпен дастарханға отырдық. Тостылар айтылып, биледік. Осы кешке арналған шарт бойынша әркім бір нөмір дайындау керек. Біреу биледі, біреу өлең айтты. Жандос анекдоттар айтып береді. Өлең айтуға зауқым соқпаған соң, мен домбырамен балбырауынды, гитарамен полонезді орындап бердім. Кеш аяғына қарай Алима маған музыкамен сүйемелде дегендей емеурін білдіріп әнге бастады. Қасымызда күн сайын көріп жүрген адамды елемейміз де, бағаламаймыз да ғой. Жалғыз менің ғана емес, бәріміздің ауыздарымыз ашылды да қалды. Алима менің музыкаммен сүйемелдеуімді қажет еткендей биік даусымен шырқап отыр. Қамыс-ай, әупілдектің мүше-мүше, сарғайдым осынау көлдің суынше. Әупілдек, қос қанат саған біткен маған бітсе, бар әлем, қалқатайға әлденеше әупілдек. Мөлдір даусында сағыныш бар, аңсау бар. Адамды бір тылсым тереңдікке тартып бара жатқандай. Алима екінші әнді бастады. Дударай, келмек болсаң тезірек кел. Орныңа өңкей жаман таласып жүр. Дударайым, дудым, бір сен үшін тудым. Мөп-мөлдір даусында арман бар, зарға күту бар. Махаббатын, бақытын іздеу бар. Ән аяқталғанда әуені бәрімізді сиқырлап тастағандай, бір сәт үнсіз қалдық. Осын айтқан шынымен Алимама дегендейміз. Ішіміздегі Сәрсенгүл апай ду қол шапалақпен қабаттаса, «Ту, Алима, бір жылдан бері осынша өнеріңді неге жасырып жүрсің?» деп өкініш білдіргендей болды. Оның айтқандарына мен де іште қосылдым. Алима айтқан екі әнде бәрімізге ұнады. Ұзақ отырдық. Мен де аяқ астынан қайран 25, атпен қудым 75 деп, біраз ішімдегі ащы запыранымды шығарып салдым. Сәрсенгүл апай бастап Алимадан тағы өлең айтуын сұрадық. Біздің ауылдың частушкалары деп жеңіл ойнақы өлеңдерге көшті. Айтқан өлеңіне қарай адамның да мінезі өзгеріп тұратынға ұқсайды екен. Мінезі өзгеріп тұратынға ұқсайды. Қазіргі ауылының 6 ауызын айтып отырған Алима, басқа Алима. Есігім алды көтерме, көтермеден өтерме. Қанша сүйдім десең де, сүйгеніме жетерме. Алтын сағат әперме, таға білмейтіндерге. Махаббатты қор қылма, сүйе білмейтіндерге. Ол өлеңді беріліп айтады екен. Сол күні тамаша кеш болып, ұзақ отырдық. Ешкім үйлеріне қайтуға асықпады. Барлығы балалық, жастық шақтарына әсем әндер арқылы саяхаттап келгендей. Кеш аяқталғанда үлкендерді бір рейспен үйлеріне жеткізіп тастаған Жандос екінші рет кетіп бара жатып, кабинеттің кілтін Алима екеумізге ұсынып, Алима екеуіңе комсомолдық тапсырма, комсомолдық жастан өтіп кеткеніміз есіне түссе керек, дереу сөзін түзеп, жоқ, партиялық тапсырма, аяғына дейін жинап тазалап, бір-біріңді шығарып саласыңдар деді. Екеуміз де партия мүшелері болмасақ та, қарсылықсыз қала бердік. Екеулеп кабинетті жинастырып, Алиманы үйіне шығарып салдым. Жолай үнсіз болдым. Не айтарымды білмеймін. Әңгімеміз қабыспады.
Жынды адамдай жасын сұраппын. Ол болса әлде бір мұңды әуенді ыңылдаумен болды. Жасы менен бақандай 4 жас үлкен екен. Бірақ сырт көзге жас көрінеді. Әлима есігін ашып жатып, мәке үйге кіріп, шай ішіп кетіңіз деді. Мамасы мен баласы бар емес педі. Әлде бүгін жалғыз бекен деп, екі ойлы тұрдым да, сыпайы рахметімді айтып, қайтып кеттім. Үйге келе жатып Әлиманың әні ұнағаны шын, бірақ өз емес деген ойға келдім. Мәлік ағаның сөзін бөліп, біреу көпе есігін жұлқылады. Ағай, әңгімеңіз үзіп, есік ашты. Көпесін шатастырып алған көрші көпенің адам екен. Сірә рестораннан қайтса керек. Аузынан арақ иісі сасып тұр. Әңгімемізді бұзып жіберді. Мәлік ағайда тампұрға шығып, темекі тартып келіп, даусын баяулатып, әңгімесін әрі қарай жалғастырды. Жұмысқа келсем, Жандос жымың-жымың етеді. Жағдай қалай деген сөзіне соншалықты маңыз береді. Екі иығымды көтерем, жұрт дегенді қойсаңшы. Жандостағы нағыз барсыңдар дейді. Жалғыз ілікті әйелге ғана емес, жалғыз ілікті еркекке де сөз еркеледі екен. Бір күні мені тоқ ұяларын жөндеуге Алима үйіне шақырды. Жөндеу деген әдейі айтылысқан сылтау. Бүгін Алиманың туған күні екен. Ыңғайсызданып қалған мен, неге жалғыз қарсы алғалы отырсың деп едім. Ол тіке туған күнімді сенімен бірге өткізгім келді деді. Онымен жалғыз қалудан қорыққандай кеткім келіп еді. Аяқтарым айтқаныма көнбегендей. Көңілім де онымен бірге азақ уақыт болса да бірге болуды қаладым. Бірақ асығыс едім, баратын жерім бар, 1-2 сағат болайын. Бұндай күні сені жалғыз қалдыруға болмас деп күлген болдым. Алдымызға иіс бұрқыраған манты да келді. Салаттардың да ащысы да тұщысы да бар. Тос айтып құттықтаған болдым. Білмегенімді айтып, сыйлығым мойнымда дегенді қостым. Әлима шарапты молынан ішіп отыр. Кезектесіп те, қосылып та өлең айтып. Біраз уақытты өткіздік. Тезірек қайтуға себеп іздегенмен, сені бұлай көпшеді деп ойлаған жоқ едім дедім. Сенімен еркін сөйлесіп, еркін болу үшін әдейі ішіп отырмын деді. Бағанадан бері бір жаққа бармақшымын деп, тартқыншақтанып, тормозым ұстамай қатты ішіп кетем бе деп қорқып, аз ішіп отырған мен, рюмканы ысырып қойып, үлкен кесеге ағарақты құйып тартып жібердім де, несі бар, еркін болсақ, еркін болайық дедім. Ол біраздан кейін тіземе отырып, мойнымнан құшақтады. Еріндері ернімді іздеп тапты. Сезімін селт етпейді. Мәлік бағана сыйлығың мойнымда деп едің ғой. Сол сыйың болсын, бүгін таң атқанша менің қасымда болшы деді. Арақ ішкеннен соң ба әлде не, бүк не, шек болсын деп, бұл қатынасымызға тезірек нүкте қоюға тырысып, өзімше жұмбақтап, Әлима, мен сенің ойыңнан шыға алмаймын ау деп қорқамын дедім. Тағы бір жолы бар, ол ештеңеге қарамай, атып тұрып үйге қайту болатын. Бірақ Әлиманы аядым. Олай істесем оның намысын таптап, менсінбей кеткендей болам. Бағана отырмау керек еді. Енді бір қалған соң, не болса да аяғына дейін жеткізу үшін шыдау керек деп шештім. Құшағыма тығылып жатқан ол, оны білем деді. Мәссаған, дедім ішімнен, нені біледі екен? Мен сені сүйемін, Мәлік. Ол жағың істемеген мен, қолың мен тілің бар емес пе? Қап, мына қатын мені өлтірді. Өзі немене көріп келме. Тілім байланып қалды. Мен құлағым қате естіп тұрған жоқ па? Деп құлағымды шұқыдым. Дұрыс естиді секілді. Әлима сөзін әрі жалғастырды. Сен тек таң атқанша менің қасымда болып, менің айтқандарымды тыңдасаң болды. Бір түн ғана. Содан кейін өзің шешерсің деді. Кішкентайымда жаңа ойыншық алып берсе, бұзып, зерттеп ішінде не бар, не жоғын біліп, қайтадан құрастырып шығатынмын. Мені бір әуестік биледі ме? Әлде әйел мен еркек арасындағы қатынаста бір кісідей білемін дейтін маған өзімнен де білгір ұстаз кездескенін сезім бе? Әйтеуір ұятты бір жағдай болды.
көп ішіп қойыппын деп, нағыз болмаса ол жерден жұмыстан шығып кетермін деп ойлап, осы жерде таң атқанша қаламын деп шештім. Басыма арақтың буы тие бастаған секілді ме, көңілдене бастадым. Әміріңізге құлдық, о падишам, не бұйырасыз деп ойнақылана тіл қаттым. Бар киімдеріңді шеш те ваннаға жүр. Мен су толтыра берем деді. Дастархан басына келіп, тағы бір рюмка арақты қағып салып, еркінсітіп, ұялмайтын етіп жіберетін арақтың болғаны қандай жақсы деп ойладым. Ваннаға кірсем, Алима ваннаға су толтырып, әлде бір қызғылт сары ұнтақты суға салып жатыр екен. Мұрын жарған қош иіс аңқып кетті. Арақтың қызуыма дел сал бір күйге түстім. Алиманың айтуымен ваннаға отыра кеттім. Ішімнен де әлде даусым шықты ма білмеймін, рахат, ұят емес деп, өзіме өзім дем беріп қоям. Алиманың да тыр жалаңаш шешініп жатқанын байқап, көздерімді жұма қойдым. Әйел денесінің сәл ашық-шашық жеріне көзім түсе болды. Бойымды билейтін тәтті дірілден еш хабар жоқ. Өлім-ай, деймін ішімнен. Ваннадан атып шығып кетіп те қалғым келді. Не болса да болары болды, оны білем. Дегенде нені меңзеді екен? Мен болсам өзімнің пас екенімді меңзеп айтқам. Қателеспесем, ол да менің ойымды дұрыс түсінген секілді. Бала емес қой, мейлі. Не болса да енді бәрі кеш. Көп болса Алимамен бірге істейтін заводтан, жұмыстан шығып кете салам. Мәлік белсіз екен, деп айтып жүрмес. Өзі ғой, қалмай ғой жүрген. Алиманың аузында ән, жаңа шыққан ән. Қайда сол жан, жәні әппақ шуақты. Сезімге де, сезіне де тұрақты. Мені сүйер біреу бар деп алданам. Сол алданыш шын бақытым сияқты. Мәлік, қана арқаңды сайын. Мен бағана шомылып алғам деп, баласын шомылдырған анадай мені жуындырып жатыр. Мен болсам не істесең соны істе, бар ерікті өзіңе бергем дегендей, момақан күйде отырмын. Ұйқыда жатқан сезімді оятып алса, тіпті жақсы болар еді, деймін. Мені шомылдырған суды төгіп тастап, қайтадан су толтырып маған аяқтарыңды шина дегендей ымдап, өзі де отырды. Біреуді айтса күлер едім. Ваннада шомылудың да өз қызығы бар екен. Әсіресе әйел мен еркектің бірге шомылғаны. Ванна үлкен болғанмен, екеумізге таршылық қылғандай. Алима алдымда бір адамдай жартылай жабысып жатырмыз. Алима менің батылсыздау қолдарымды қос анарына апарды. Жайлап, сипағаннан артыққа бармадым. Қысып-қысып алғым келген, аймалап, ұзақ сүйгім келген. Бірақ содан соң не істеймін деймін. Мәлік мені төсекке көтеріп алып баршы деген сызылған үнді естігенде, көрші бөлмедегі төсек емес, жердің шетіне алып бар десе де әзір едім. Бөлек бөлмеге жерге салынған төсекке әкелгенде, Алима бұлтың етіп, құшағымнан шығып кеткенін пайдаланып, дастархан басынан 2 рюмкаға арақ құйып әкелдім. Алиманың шарап ішіп отырғанын білсем де, әдейі ақ арақ құйдым. Өзімнің де ішкім келіп тұрмаса да, өз есебім бар. Кейде әр нәрсенің кем-кетігін арақ білдірмей жібереді. Арақ ішкендер анау-мынау нәрсеге көңіл аудара қоймайды дейді. Алимаға екеуміз үшін алып қоялық деп қиыла қарап, ішуін күтіп, одан кейін өзімде тартып жіберіп, бір нәрсені қатыратын адамдай Алиманы құшақтап төсекке құладым. Алима мойнымнан тас қылып құшақтап, денеме дене болып жабысай қалып, ернін тосты. Енді ерінге ерін тиіп, бұлақ суына шөлдеп, келіп басқайып, семіргендей аймаласқан соң, қолдарында өзінен өзі автоматты түрде әйел денесін сипалап, түгендей бастайды ғой. Жаным, мен сені жақсы көрем. Сен менің ұзақ күткен адамымсың, дейді Алима. Денемді біресе аймалап, біресе сылап жатып. Екеуміз космос кеңістігіндегі салмақсыздықта ұшып жүргендейміз. Біріміздің басымыз, біріміздің аяғымызда жатады. Немесе керісінше. Сонша елдермен болып, бұндай жағдайда соғыспақпын. Қапат деген-ай, деп өкіндім.
Әлиманы бұндай қызуқаңды деп ойламап едім. Денесіне массаж жасап, аймалағаныма өзінен өзі қозып, демі жиілеп, көздері жалт-жұлт етеді. Мәлік, бар денемді аймалашы деді. Алқынған дауыс. Өзі маған үлгі көрсеткендей сандарымды да, сүмірейіп сұлқ жатқан 200 грамм өтімді де жанай өтті. Одан соң соқ саусағымды қыса ұстап, өзінің кіндіктен төмен тұсына апарды. Мен оқыған сұрағы келген студенттей қуанып кетіп, оның қолдарын серпіп тастап, сол аймақты зерттей бастадым. Алима көздерін жұмып, рахат бір күйде жатыр. Денесі бабында, титімдей артық еті жоқ. Құлын мүсіні бәйгеге қосылар сәйгүліктей жұтынып отыр. Еркекпен болмағаныңа қанша болды деймін, алқына сыбырлап. Тіпті бұл сұрағымның орынсыз екенін де біліп тұрғандаймын. 5 жыл, 7 ай, 9 күн. Жаным, бір-бірін жақсы көретін адамдар бір-біріне деген ынтазарлық сезімін жасырмауы керек. Оны көрсете білуі керек деп, менің дене мүшелерімді түгіндей бастағандай. Менде ен даладағы қос күмбездей көз арбаған, кеудеге біткен қос анарды аймалаған сайын, ес-түстен айырылып барамын. Бірақ белден басып, өтіп, бөксе жаққа баруға жүрегім даулар емес. Мәлік, сен психологиялық кедергіден өте алмай тұрсың. Әйел мен еркектің арасындағы қатынас өз алдына үлкен бір ғылым. Бір-біріміздің денемізді зерттеудің бірге бастамауымыз керек. Бұл уақытша нәрсе. Сен ертең емделіп, жазылғанша ғана, менде жүкті болып сенің балаңды көтеріп жүргенде, сенмен жатуға болмайтын. 1-2 айда да сезім рахатына бөленудің осындай жолдары бар деп, асқан бір нәзік сезіммен тұла бойымды балқытып аймалай бастады. Бір кезде кең төсек үстінде екеуміз құмда ойнаған балалардай жалаңаш күйде шүйіркелесіп отырғанымызды байқадым. Әлиманың мені қанаттандырып, мен жүкті болып, сенің балаңды көтеріп жүргенде деген сөздерінің соншалықты сенімді, соншалықты нық шыққаны сондай. Кенет менің басыма әлде қайдан бір сигнал келгендей. Сәл шыдасам Алиманы жүкті ететіндей көрініп, 5 жыл, 7 ай, 9 күн еркекпен болмаған әйелдің алдында бір түн айтқанын тыңдаймын деп уәде беріп, сезіме қожа бола алмағаным азаматтыққа жатпайтынын түсінген болуым керек. Соңғы кезде әлде қалай болады? Тағы да ұятқа қалатын болдым деп, мені еркімнен тыс сезімімді саулап тұратын қорқыныштың қақпағына алып, лақтырып тастағандай болып, сезімімді еркіне қоя бердім. Сөйтіп, сатып, Алиманың мен ойлаған әйелдерде емес, мен үшін көп нәрсеге әзір екеніне көзім жетті. Теңіз жағасында өсіп, көптен сол теңізде болмай, сол теңізді сағынып келген баладай, Алиманың жетегіне еніп құмарлықты қандырудың, соның ішінде әйел құмарлығын қандырудың басқаша жолдарын үйрене бастадым. Минуттар өтті ме, секундтар өтті ме, білмеймін. Алиманың мені аймалап, аласыра айтқан тәтті сөздермен қатар, балықтың торсылдағанның жарылғандай дауыстан басымды көтеріп қалдым. Құлан сүрініп, ваннаға жүгірген мен қолым мен бет аузымды шайып келсем, Алима шала жансар адамдай былықсылық жатыр екен. Еппен құшағыма алып, бауырыма бастым. Мен оның күн сайын жұмысқа барудан, үйіне келген соң құрғақтай тамақ жалғап алып, телевизор көруден басқа жұмысы да, қызығы да жоқ. Бар істейтін жұмысы 2 жұмада бір химчесткаға киімдерін тапсырып алатын. Айына 1 рет адам жалдап үйін тазарттыратын. 2 күн демалысын арақ ішумен өткізетін, еркектің үйіне нұрын шашып, өзгеріс енгізетін, маған ең жақын, ең қымбат адамым болуы мүмкін екенін түсінгендеймін. Мүмкін, мен сені ешкімге бермеймін деді бақытты әйел даусы. Мен сенімен өле-өлгенше бірге боламын дедім. Айналамның алтын шуақты нұрға малынғандай, болғанына таңданған жылдар бойы арқалап келе жатқан ауыр жүк мойнымнан түскендей болған мен, дел сал болып жатып, соңғы кезде өмір туралы өмірімнің
Соңғы күндері қалай өтеді деп, қартайғанда қасымда су әперетінде адам болмайды деп уайымдай бастағанмын. Күндіктен жалғыз ұлыма әйтеуір алиментін төлеп әкесі деген атым болмаса, анда-санда кездескендіктен бе арамыз салқындай бастаған. Сол кезде жалғыздық дегеннің ащы дәмін татып жүрген кезім еді. Сол түннен соң Алима екеуміз 2 жарты 1 бүтін болып тұрып жатқанымызға 2 жылға таяу уақыт өткен. Өміріміз өзгерді, толыққанды жанұя болып, кішкене отанымыздың жоспарларын құрамыз. Бірге қонаққа барамыз, үйге қонақ шақырамыз, саяжай мен машина алдық. Әйтеуір өміріме де, Алимаға да дән ризамын. Алима екеуміздің бірігіп жасаған махаббат атты кемеміз бақыт атты теңізде еркін жүзе бастады. Бір-бірімізді көзқарасымыздан ақ түсінетін кезге жеттік. Осы уақыт аралығында Алиманың талабымен бұрын көрінбеген дәрігерлерге қаралдым. Нәтиже болмады. Одан халық емшісі дейме, дұғамен емдейтіндер дейме, әйтеуір алысты жақында еркек әйелі, жасы кәрісі бар талай емшілерді адақтап, күдерім үзіле бастады. Біреулерге көзімше ем қонып, құлан таза жазылғанын көріп, үміттенемін де, айтқандарын істемеймін. Іш дегенін ішемін, жаса дегенін жасаймын. Бірақ соңынан еш нәтиже шықпағанын көріп, көңілім пәсайып, үмітім үзіліп, сенген көңілім күлге айналады. Сол кезде мен Алиманың маған үлкен сүйеніш болып, мықты төзімділік танытқанын ерекше атауым керек. Жазғы демалыста Алматыдағы әйелімнен баламды алдырды. Ол да 3 ай бірге болып бізге бауыр басып кетті. Ұлмен бұрынғы арамыздағы салқындық жоғалғандай. Оның баласын өз атыма жаздырдым. Тәрбиелі бала екен. Өз баламдай болып кетті. Тойлар мен қонақтарда бір-бірімізді көздерімізбен аймалап отырып, қосылып ән саламыз. Жұрт бізге сүйсіне қарайды. Жақын жолдастарымыз Төлеген мен қыз жібек келе жатыр дейтін болды. Үйіміз бақыт қонған ордаға айналып, іші нұр мен жылылыққа толды. Ер мен әйел арасындағы төсек қатынасы туралы кітаптарды Алима екеуміз 2 жақтан жинадық. Қазақша кітаптар жоқтың қасы. Басқа тілдерден аударып, орысша басылғандарында ашық, тәптіштеп жазылады екен. Қазақшыларында басын бастап келе жатады да, әр жағын ішің білсін деп қоя салады екен. Ол кітаптарды оқып отырып, япырау, мынау шынымен өз алдына бір ғылым саласы екен ғой. Ер мен әйел арасындағы жыныстық қатынасты білу үшін бір институт бітіру керек шығар, деймін. Менің жазылам ба деген үмітім үзілді. Не дерт екенін не де, менің басым түгіл, ондаған ғылым кандидаты және профессор медиктердің де бастары жетпей жатыр. Ішімнен ылғи, баяғы Атыраудың Айсиласының қарғысы емес пе, деп қоямын. Сонымен дәрігерлерге де, емшілерге де қолды бір сілтедім. Мен бақытты едім, менің 2 ұлым, үй жайым, сүйікті жұмысым, ең бастысы менің жанымды түсінетін, мені бақытты етіп отырған, ешбір әйелге ұқсамайтын қымбат адамым бар еді. Егер Алима болмағанда, шарасыздықтан арақ ішуді бастағанда, менде бұлардың бірі де жоқ. Қайыршыма, бомж ба болып жүретін едім, деп ойлап шүкіршілік етемін. Бірақ Алиманың мінезін білмейсің ғой. Менің ойлағаным өз нәпсім емес, мен сенен сәби сүюім керек дейді. Мен 2 баламыз бар, Құдайға шүкір деймін. Ол болса құшағымды жатып, арманын айтады. Тұлымы желбіреген саған тартқан қызым болса дейді. Жоқ, бір ұл, бір қыз туам дейді. Сөйтіп жатып кезекті емші туралы айтқанда, мен шарт кеттім. Мен ешқайда да бармаймын дедім. Әдеттегідей, менің денсаулығымның түзелетініне көзімді жеткізіп, баруға үгіттей бастаған Алимаға мен шаршадым. Саған бай болып жарытпасам, қалаған байыңа тиіп ал деп тіке кеттім. Айтарын айтсам да, оның жанын жаралағаныма өкіндім. Даусымды жұмсартып, жасының 40-қа таяп қалғанын, оған бола туудың кеш екенін, алғашқы баласын туғанына 10 жылдан асып кеткендіктен қауіпті екенін айтып үгіттеумен болдым. Менің шешем 10-шы баласын 49 мүшел жасында туғанда, мен неге 40 жасында туа алмаймын?
Анау досымыз Әсияда бірінші қызын 41 жасында туған жоқ па? Бір облыс орталығында емші кемпір бар екен. Арғы аталарынан бері емші. Бұндай аурулардың түгіл, шында адамдарды да жазатын көрінеді. Осы жолы соңғы рет барайық. Ем қонбаса енді мен емдел деп, өмір айтпаймын деп, антсу ішіп, ботадай боздап отырып алды. Сөйтіп екеуміз де жұмыстан ақысыз демалыс алып, пойызға отырып емші кемпір тұратын қалаға бет алдық. Өзімде түк үміт жоқ. Тек Алиманың көңілі үшін келе жатырмын. Қонақ үйге орналасқаннан кейін, кеш болса да кешкі 5-ке дейін қабылдайды деген соң, емшінің үйіне таксимен жеттік. Жағдайымызды, неге келгенімізді сұрап, Құран ашып отырған кішкене қара кемпірге: «Апа, сіз қалай емдейсіз? Оқисыз ба әлде шөп дәрімен емдейсіз бе?» деп сұрадым. Алдына ауық орамалын жайып отырған мына кемпірге тіпті сеніп отырған жоқпын. Мен 1-2 ай бұрын жазылып, есігінің алдында 50-60 адамнан кісілер топырлап кезек күтіп тұрған емшілерді де болған. Мына кісінің алдында біз келгенде кезекте 1-ақ кісі тұрған. Қарапайым 2 бөлмелі шұпын үй. Емші кемпірге де онша көңілім толып отырған жоқ. Ол кісі маған: «Мен қайдан білейін? Қалай емдейтінімді атам айтады. Сол кісі не айтса, соны айтам», деді ашулы дауыспен. Сірә, менің сұрағым ұнамаған болуы керек. Көненің көзі екені көрініп тұрған ескі Құранды ашып, құмалағын салып біреумен сөйлескендей күбірлеп отыр. Аты жөнімді, руымды сұрап алды. Бір кезде бәрін жинап алды да: «Ертең келіңдер, бүгін атам келмей отыр», деді. Мен күліп жібердім. Кемпір кішкене көздерімен ата қарады да: «Күлетін еш нәрсе жоқ шырағым. Әруақтар да шаршайды. Бүгін келген адам көп болды. Әлде сенбей келгеніңді сезіп отырған шығар. Әлде дәрет алмап едіңдер?» деп сұрады. Ертең болса, ертең келейік деп, емшіден шыққан соң, Ресей шекарасына жақын орналасқан облыс орталығының көне тарихымен танысып, шағын қалаға ерекше көрік беріп, ақын өлеңі, композитор, әнінен бастап, атақты жазушының трилогиясына аты болып аталған еркелеп ағып жатқан жидекті өзенді тамашаладық. Қонақ үйге оралып, тамақ ішкен соң, жатарда өмірі істемеген нәрсемді істеп, мен үшін болмаса да Алима үшін көмектесе көр деп Құдайға жалбарындым. Оның үмітінің іске асқанын, арманының орындалғанын армандап, түнімен дөңбекшіп, ұйықтай алмай шықтым. Ертеңіне біз келгенде есік алдында кезектегі 5-6 адамнан кейін кезегіміз келді. Емшіге кіріп келе жатқанда ол Алимаға: «Сен қал», деп тоқтатты. Апай кешегі көріністі тағы қайталап, аты жөнім мен руымды сұрап алды. Сәлден соң құлағын тігіп, біреудің жай дауыспен айтқандарын мұқият тыңдап отырғандай кейіпте, арасында біресе мейірімді дауыспен, біресе екіленіп, орысша қазақшасы араласып сөйлеп қоя берді. Кеше атаның неге келмегенін түсіндім. Сенбегенің өз алдыңа. Сен жаман адам екенсің ғой. Күлге аунаған әтеш құсап, жатпаған ұрғашың қалмапты. Мәссаған, мойныңда 2 қыздың қарғысы жүр. Ойбай, нысапсыз. Нәпсі құмар. Әй, ең жақын досыңның әйелімен де болыпсың ғой, деп маған кішкене көздері өңменімен өте қарады. Менің тілім байланып қала жаздады. Оның айтып отырғанының барлығы шындық еді. Мына кемпір емші емес, көріп келде ғой дейм, ойладым. Қалай білген? Мен бұл қалада 1-ші рет болып тұрмын. Еш танысым да жоқ. Менің басымнан өткен, өзімнен басқа ешкім білмейтін нәрселерге дейін қалай білген? Мағрипаның өзі, дедім, қақалып шашалып. Досымның әйелін айтам. Оның өзі қойныма кірген, даусымның әрең шыққанына өзімде таңданып. Басқа еш қарсы сөз айта алмадым. Көзімнен тырс-тырс жас тамып отырғанын байқадым. Кемпір менің өткен өмірімді телевизордан көріп отырғандай әлі сөйлеп отыр. Айтқандарының бәрі дұрыс, бәрі тура. Жә, қорықпай-ақ қой. Келіншегіңе айтпаймын. Оны жоғалтудан қорқады екенсің. Түнмен Құдайға жалбарыныпсың ғой. Иә, ата не дейсіз? Ауруын сол өзіңіз айтқандай ма? Иә. Бір кезде емші кемпір өзінен өзі әлде атасымен сөйлескенін қойып,
Маған қарады. Қара терге түсіп, көздері қып-қызыл болып кетті. Сен жазыласың, атам айтты, деді ол. Бірақ өтеуіне қымбат адамың ба, әлде қымбат нәрсең бе, жоғалтасың, деді. Емделесің бе жоқ па, өзің шеш. Менің шындықтан басқа айтатыным жоқ, саған, деді емші кемпір. Ештеңе ойлағым келмеді. Бар жан дүниеммен емделгім келді. Иә, емделем. Сізге сенемін, дедім. Айтарын айтып алып, өзім таңдандым. Емшіге қалай сенбейін? Бәрін тура айтып отырса. Ал өтеуіне жоғалтасың дегені не тайыры? Ол туралы ойлағым да келмейді. Емші кемпір маған емді атасының айтуына қарай жасайтынын, 3 күн оқып балауыз құятынын, 3 рет молаға апарып, сол балауыздарды ескі молаға көмуім керек екенін. Сосын 3 күн оқылған 7 түрлі шөпті салып ваннаға түсуім керек екенін. Содан денем, тамырларым жібіп, соңынан қызғалдақтың майымен денеме массаж жасайтынын айтты. Үйден шыққанымда Алима мені құшақтап алып, Мәлік, не болды? Түрің құй болып кетіпті. Емделгің келмесе керек емес, кетейік, деді. Жоқ, емделгім келеді. Және осы емшінің мені емдеп шығатынына сенемін, дедім. Емшінің көмекшісі шығып, Алима, кім? Апам кірсін, деп жатыр, деді. Алима емшіден шыққан кезде жүзі шырайлаған, қуанышты, бірақ көзінде жас тұр еді. Қонақ үйге келген соң, Алиманың айтуынша, мен 100% өзгеріп кетіппін. Емші Алиманың ауылдарына қайтыңдар, осы күйлерінде тұра беріңдер, біреуден ілгері, біреуден кем тұрып жатырсыңдар, деп үгіттеуге тырысыпты. Оған Алима көнбепті. Сосын емші, мен емдемесем, сен бәрібір тынын таппайсың, күйеуіңе де тыныштық бермейсің. Тіпті осы айтыстарыңның түбі сендерді ажыратып тынуы да мүмкін, депті. Емші Алимаға осылай деп айтса да, Алима алған бетінен қайтпай, бұрын емшілердің ешқайсысына сенбеп еді. Сізге сенді. Мен үшін бақытты болсын десеңіз емдеңіз. Мен одан бала сүйгім келеді, деп жалыныпты. Сөйтіп қалай ем қабылдағанымды, басымыздан кешкен әр түрлі нәрселерді айтып, уақыт кетіріп қайтейін. Ол өз алдына бір үлкен әңгіме, демалатын уақыт болды. Қысқартып айтайын, сонымен емшінің айтқандарын толық істедік, деп тоқтады Мәлік ағай. Емнің ең соңғы күні емші үлкен целлофан жабылған төсекке мені тыр жалаңаш жатқызып, Құран сүрелерін оқып, денемді қолдарымен сылап, 2 шекемді ұзақ уқалап отырды да, көзі ілеспес шапшаңдықпен еркектік мүшемнің астыңғы жағынан бір нәрсені жұлып тастағандай гүрк еткізді. Жан даусым шығып, айқайлап жібердім. 2-3 минуттай серкілдеп жатқан мен, кішкентай емшік кемпірдің денемдегі тарамыс, қолдары тиген жерлердің көгеріп шыға келгенін байқадым. Осы кезде емші Алиманы шақыртып, оған да шешін, деді. Біз аң-таңбыз, бірақ басында кемпір мені емдесін десеңдер, айтқанымды бұлжытпай орындайсыңдар деген. Өзім ыңғайсызданып жатқан менің басыма мына кемпір не істегелі жатыр деген қорқынышты кірген. Ол менің ойымды оқығандай, қорқатында, ұялатында ештеңе жоқ. Дәрігерден ұялмайсың ғой, менен неге ұяласыңдар? Менің дәрігерден айырмашылығым, дәрігер сенің тәніңді емдесе, мен тәніңмен қоса жаныңды да емдеймін. Ал мына өзіңнің некелі әйелің ғой. Бойыңды жиып, үстіңдегі майыңды сүртте, әйеліңмен жат. Мен шығып кетем, деді. Мен өңім бе, түсім бе, сен алар емеспін. Не істерімді білмеймін, шешініп жатқан Алимаға қарағанда, бойымда, жағымда бір дірілдің пайда болғанын сездім. Таныс сезім, айналам жарық нұрға толып кеткендей. Орнынан тұрғанда тамырлары білеуленіп, бар күшіне мініп тұрған 200 грамм өтімді көрдім. Бұл маған баға жетпес бақыт еді. 32-ге толғанша тәтті ләззаттың дәмін татып, әйел атаулының сүйіктісі болған жігітке 30-дан асқан шағында еркек ретінде дәрменсіз болып қалғаннан жаман нәрсе жоқ еді. Сол сәтте менің өзімнің шын бақытты екенімді сездім. Алимамен өткен 2 жыл бақытты деген өмірім. Менің тәубеме келуім болса, Алиманың шүкіршілігі екен. Дені сау, күйеуінен жүкті болғысы келетін әйел,
төсекте еркек құшағына мейірі қанбаған әйелдің томардай болып жататын, әрекетсіз еркектің қасында жатуы да бір азап екені менің санама жаңа жеткендей. Әлиманың үйреткен амалдары да тек бергі жағынан өзімізді өзіміз алдау секілді көрінді. Ұялғанынан абыройын екі қолымен жауып отырған Алима бір күліп, бір жылап тұр. Есіктің арғы жағынан емшінің әмірлі даусы естілді. Болыңдар, мен емімнің нәтижесіне көз жеткізбеймін бе? Денемдегі майды шала сүртіп, қапталған төсек үстінде Алиманы шығып салып, ыстық шуақты ләззат тұңғиығына сүңгіп кеттім. Алима екеуміздің жанымыз бен тәніміз бірігіп, бір адамға айналып кеткенбіз. Арасында Алимаға саған рахмет, сенің еңбегін деймін. Емшіні де ұмытып кеткендей екенбіз. Сол кезде бізден бақытты жандар жер бетінде жоқ еді. Қайтар жолда пойызда жоғары класты екі адамдық SV аталатын орын алып, балайымызды өткізгендей болдық. Біздің қуанышымызда, бақытымызда шек жоқ еді. Екеуміз де махаббаттың табиғи тән ләззатына шөлдеп қалыппыз. Мен сонда мөлдір таза сезіммен қосылған тән рахатының адам өмірінде алатын орнының зор екенін, сексті адамға ұйқы мен тамақтай ғана керек деп ұғатын мен, енді оның дем алатын ауадай қажет екенін білдім. Сапалы әдемі киіммен, сапасыз арзанқол дүние, немесе қоректі тәтті тағаммен бұзылып кеткен сапасыз тағам айырмашылықтары секілді, еркек пен әйел арасындағы жыныстық қатынастың да бір адамның ғана сезімімен, не екі адамның да сезімінсіз, тәннің жабайы инстинкт пен физиологиялық, әлде биологиялық қажеттігін өтеу барда. Оның ең жоғарғы сатысы өзіңнің жан тәніңмен сүйіп құрметтейтін, сені де сондай сүйіп сыйлайтын, әлемдегі жалғыз еркек деп санайтын әйелмен болу, екеуі екі басқа нәрсе. Олардың арасынан жер мен көктей айырмашылығы бар екен. Кейбір бір отбасындағы ерлі-зайыптылардың неге төсек қатынастарынан бір-біріне ләззат алмайтынын енді түсіндім. Оларда бір-біріне деген адал сезім, сүйіспеншілік, құштарлықтың азайып, күнделікте күйбің тіршіліктің астында қалып, көмескі тарта бастағаны өз алдына, бір-бірін ләззат тарттыруға, бір-біріне жан тәніндегі барын беріп, қызмет қылуға ұмтылу, басқа нәрсені ойламай толық берілу. Бір-бірін кемшіліктеріне қарамастан періште көріп, құлай сену, төсек қатынасына туралы білімдерімен түсініктерінің әртүрлі дәрежеде болуы секілді тағы да басқа компоненттердің бірі жетсе, бірі жетпей жататыны кедергі болады екен. Бұл табиғаттағы жан дүниесі ұқсас, яғни бір жаққа қарайтын еркек пен әйелдің бір-біріне ұсынар үлкен сыйы екен. Мен бұрын қыздармен жатқанда өзіме керегін ғана алып, өз қажеттілігімді ғана өтеп жүре беріппін. Ал үлкен сезім барда олай емес. Алдымен Алимаға қалай ыңғайлы, қалай ләззат алады деп, егер ол тәтті көзді биік шыңға теңесем, сол шыңның ұшар биігіне жеткізуге тырыстым. Мені кемшіліктеріме қарамай сүйе білген, маған әркез сезімі мен сүйіспеншілігін дәлелдеуден тынбаған, жетелеп жүріп осындай дәрежеме жеткізген Алимаға деген ризашылығым шексіз еді. Дүйсен мен доғарайын, дем алатын уақыт болды. Қалғанын қайтар жылда не Алматыға келген соң айтайын дегем. Мәлік ағайға мен жұлып алғандай. Жоқ, Мәлік аға, менің ұйқым келіп тұрған жоқ, айтыңыз. Әлима апай қайда? Деп мен оған тағатсыздана қарадым. Ішімнен менің де өз Алимам болса ғой деп армандап үлгердім. Мәлік аға бір сәт үнсіз қалды. Салқын шай құйып ішті, терең дем алып, аз кем отырып алды. Мен Мәлік ағаның басындағы әлде бір ауыр қалды сезгендей, оған тынышсыздана қарадым. Сұрағыма өкінгендей төмен қарадым. Алимадан ойда жоқта айрылдым ғой деді, ол күрсініп. Біз бақытты едік, сол бақытымызды Құдай көп көрді ме, білмеймін. Бір күнде өмірімнің быт-шыты шықты ғой. Ертеректе әжелеріміз бәрі Құдайдың қолында, берейін десе бір күнде бере салады, алайын десе бір күнде ала салады деп отыратын. Сол шын екен.
Емшіден келгеннен кейін 3-4 айдан кейін Алиманың аяғы ауырлағанда төбеміз көкке жеткендей болды. Әсіресе арманы орындалған Алима асқан бақытты еді. Жүзінде тек күлкі отырса да, ән тұрса да ән, айналасын әнмен ажарландырып, өзіндегі шуақты айналасына дағылармен бөлісіп жүретін. Мен оны ерекше күтімге алдым. Ауыратын бүйрегін жиі қаратып, витамині мол тамақтар ішкізіп, үйде ештеңе істетпейтінмін. 2 баламмен қосылып алақанға салдық. Тіпті ішіндегі сәбиіне көп мезгіл болмаса да ауырлық түседі деп өлеңде айтқызбауға тырысам. Кәрі қыз ол тапса қоятын жер таппайды дегендей, мен де аяулымды кешігіп кездестірген бақытымды, мені толыққанды өмірге жеткізген қымбат досымды қалай күтіп сақтарымды білмедім. Әйтеуір менің жан дүниемде бір мазасыздану басталды. Мен Алиманың ауру бүйрегінен қорқатын едім. Сол күні Алима жұмысқа кетерде мойныма асыла кетіп, бүгін аудандағы завод филиалына бір топ адамның комиссия болып іссапарға барып келетіндіктері туралы айтып тұрып, Мәкеу, мына тентектің қимылдайтын уақыты әлі болған жоқ секілді еді. Жаңа жуынып жатқанында біреу ішімнен әлсіздеу түртіп қалғандай болды. Ертең дәрігерге барайық, мақұл ма? Әрі өзіге түсіп, ұл ма қыз ма білгім келеді деді. Алиманы құшақтап ішін ұстадым. Одан құлағымды салдым, ештеңе сезбедім. Әдеттегідей мұқият болуды тапсырдым. Алима есіктен шығып бара жатып, қайда оралды. Тыңдашы Мәлік, мен баламызды жұбатқанда анамның мені жұбатқан өлеңін айтамын. Өзі сондай ұнайды, тыңдашы деді. Ай-ай бөбегім, еске сақтай анаңның сүйіп айтқан өлеңін. Әні Байқадымовтікі, сөзі Жұматова деген ақын жазған. Өкінішке орай, мен ол ақын әйел туралы білмейді екенмін дедім. Тағы да кетіп бара жатып, қайта оралып, бетімнен шөп еткізіп сүйіп алып, тамақтарыңды уақытында ішуді ұмытпаңдар деді. Мен еңбек демалысымды алып, үйге жөндеу жүргізіп жатқанмын. Үй сырлайтын бояу езіп жатқан мен, бар Алимаш бар, жұмыстан қаласың, асықпай жүр дедім. Әлі күнге дейін неге солай деп айттым деп өзімді өзім кінәлаймын. Неге әдеттегідей құшағыма қыса тұрмадым, неге аймалап шығарып салмадым деймін. Кетіп бара жатып, қимағандай қайта оралғаны, оған тағдыр бір нәрсені сездіргендей екен ғой. Мезгілі жетпесе де уақытынан бұрын қимылдаған сәби де бір нәрсені сезгендей. Ал мен ештеңе сезбеппін. 2 сағат жол жүріп барып келіп, жүрген сапарының бірі ең соңғысы болады деп кім ойлаған. Қасындағылардың айтуынша машинаның соғылысып, ауып бара жатқанын байқаған жүргізушінің қасында отырған Алима Мәлік деп шыңғырып, есікті ашып жіберіп секірген. Ажалдан қашып армандаған баласын құтқармақшы болған секілді. Бірақ сол әрекеті өлімге алып келгендей. Себебі қасындағы машинада қалған 3 адам дін аман. Қасындағылар да жол апатына тексеру жүргізгендер де айтады. Құдайдың ісі, егер ол секірмегенде аман қалатын еді. Ажал айдап тұр ғой деп сол жерде көргендер де айтады. Алима қос қолымен ішін орай құшақтап, сәбиін бір нәрседен қорғағандай болып жатыр екен деп. Машинада болған зауыттың бір адамы айтады. Алиманың Мәлік деп шыңғырғаны даусы құлағымда бір айдай шыңылдап тұрып алды дейді. Мен сол кезде ғана емші кемпірдің қымбат адамыңды ма, қымбат нәрсеңді ме жоғалтасың деген сөздерін есіме алдым. Бұрын оған еш мән бермегем. Ол емші біз сұрап алған бақыттың өтеуі болатынын білген. Сол үшін мені де, Алиманы да үгіттеген. Тек соны ести, сезе білмеппіз. Қандай өтеу екенін емші кемпір де білмесе керек. Қымбат адамыңнан, әлде қымбат затыңнан деген. Үйім өртеніп кетсе, не қымбат машинамды ұрлап кетсе өкінбес едім. Тек 2 адамымды алып кеткеніне маған оңай соққы болған жоқ. Мен тек 2 баламның алдындағы міндетімді ғана сақтап қалған секілдім. Сол 2 баланы оқытып, үйлендіріп, жеткізуім керек. Алиманың артына оңай жолдармен кете барғым келіп талай оқталған мен. Алиманың, Мәкеу, 2 баланы кімге тастап кетпекшісіз?
Құдай бұйырған күні кездесеміз ғой. Мен сені күтемін деп тұрғандай көрінеді. Тағдыр маған бүкіл ғұмырыма тұратын 4 жылға жетер-жетпес бақытты ғұмыр беріпті. Алимадан айрылғалы да 10 шақты жыл болып қалды. 2 бала студент, менің денім сау. 12 мүшем түгел жұмыс істеп тұр. Алимадан кейін әйелдерге жолаған жоқпын. Әйелдерге жоласам, бір әппақ кіршіксіз нәрсені бүлдіріп алатындаймын. Сап алтынды қорғылатындаймын. Мен Алиманың алдында үлкен қарыздар екенімді білемін. Түнде төсекте қиналып өткізетін түндерімді Алиманың әппақ сезімі үшін Құдайдың жіберген жазасы деп ұғып, ол жазаны мүлтіксіз орындаудамын. Алимадай әйелді қайтып кездестірмейтінімді білемін. Үміттенбеймін де. Мәлік ағай сәл таныстап, әңгімесін қорытындылайғандай, сәл үнсіз қалды да: ал сенің басың жас, әлі өз Алимаңды кездестіресің. Ешқашан күрессіз берілме. Әсіресе ауру мен өмірдегі кедергілерді алдында десен, мұнан ұқ. Адам өз бақытын іздеуден шаршамау керек деп сөзін бітірген Мәлік аға қаламын алып, алдындағы газеттен жыртып алып, бір нәрселерді жазды да қолыма ұстата салды. Бұл не аға? Емші әжейдің адресі ғой. Артықтығы жоқ, ала сал. Қажет болып қалса дегенім ғой. Менің ешкім білмейді, ешкім сезбейді деген сырымды Мәлік ағаның жазбай сезгенін түсіндім. Менің бақытсыздығым қай кезден басталғанын білмеймін. Сезгенім, бертін келек қыздармен жақындаспақшы болғанда жер болғам. Анамның айтуынша кішкене кезімде қолда аяққа тұрмайтын, тынымсыз бала болып қазандағы ыстық сүтке түсіп кетіппін. Қайнап тұрған мен, ыстық сүттің аты ыстық сүт. Әлде басқа себептері бар ма білмеймін. Ата-анама да жолдастарыма да айта алмаймын. Қандай дәрігерлерге барып қаралатынымды да білмеймін. Өмір білінбей өтіп жатыр. Менің жасымдағылардың бір-екеуден балалары бар. Қолымдағы адрес жазылған қағазды құтқарушымдай құшарлана қыстым. Өзімде соңғы кезде жар сүйіп, семьяс бақытын сезініп, әке болуды аңсап жүрмін. Көз алдыма Мәлік ағайдың аяулы Алимасы келгендей. Ол да маған сенің де өз Алимаң бар. Айналаңа мұқият қара дегендей болады. Көзін жұмып, терең ойға кеткен Мәлік ағайдың жүзіне көзімді салып, оның менімен бақыттырақ екенін ұқтым. Оның менен бақыттылығы сүйе білген, сүйікті бола білген жан. Көз алдыма Майра келді. Дүйсен екеуміз тауға шығайықшы деп тұрғандай. Шығамыз жаным, шығамыз деп сыбырлағанымды өзімде сезбей қалдым. Әйтеуір ешкім естімеген секілді. Мүмкін менің Алимам Майра шығар. Өзі айтқандай 2 жарты 1 бүтін болып, азда болса бақытты өмір сүрген Мәлік ағаның адам өз бақытын іздеуден шаршамау керек деген сөзі көзім ұйқыға кеткенше құлағымнан кетпей тұрып қалды.